Анам көп ішетін. Сол бірге ішіп жүрген ер адамдардың бірі 4-5 жасында зорлап, үлкен дәретін ұстай алмай қалатын болып қалған. Маған психолог керек. Қазір 38-демін. Еш есімнен кетпейді. Ол кезде жасым 4-5 шамалас. Мамам жалғызбасты ана ішетін. Семьяда апам бар, 8 жас үлкен, 1 жас кіші інім бар. Бір күні үйге ер адамдар келеді. 3 еркек, сосын мамам олармен ішіп отырады. Мамам жігітімен кетіп қалады. Біз ойнап жүрген едік інімен. Түрін білмеймін. Атын да. Сол бір еркектің біреуі мені ұстап алып, жатын бөлмеге әкеліп ұрды. Қасымда інім жылап жүр. Тимеңізші, жіберіңізші деп. Мен шыңғырып жатырмын. Есімде бәрі. Астыңғы жағымнан ұрып, қолымен арт жағымнан да, алды жағымнан да зорлады. Жаным шыққанша айқайлап жатырмын. Ұрғаннан ба басқадан ба білмеймін. Есімнен танып қалыппын. Тұрсам көрпе үстімнен бәрі қан. Апам келіп шомылдырды. Одан бұрын мамам келді жүгіріп. Барып етегімді көтеріп, мамам отырып қалып бақырып жылады жан даусымен. Содан кейін мамам қатты ішіп кетті. 15 жасқа дейін үлкен дәретімді жіберіп қоя беретін болдым. Көп жылай беремін. Қараңғылықта тәрбиесіздікпе өмір сүргенім үшін қынжыламын. Нағашымнан да зорлық көрдім. Анамның інісі. Сонда мамам мені қорғамады. Мына жазба өте ауыр болды. Не жазарымды білмей қалдым. Осыдан кейін адам өлтіруді кім күнә деп айтады? Мен өзімді ұстай алмас едім. Адам өлтіруге барар едім. Және ол үшін тіптен өзімді кінәлі сезінбес едім. Қандай қатыгез қоғамның арасында өмір сүріп жатырмыз дегім келеді. Ол да бір адамның өзіне байланысты. Шешеңізді ана дей алмас едім. Төсегінде шіріп өлсе де кешіре алмас па едім. Артық жазсам кешірерсіз. Жазба иесіне айтар едім, бірақ ұмытыңызшы, анаңыз да тірі болса. Тек өзіңізді жақсы көріңіз. Сізге Құдай ең жақсы күндерді сақтап қойды. Үлкен бақытқа қол жеткізесіз дегім келеді. Қазақ болмай кетті ғой. Еркек емес, өз педофил болды. Сол еркектің жазасын Алла берсін. Анасында арақ қойғанын орнына ары қарай араққа салынғаны да дұрыс болмады. Анасы баласын қорғай алмаса, кім көрінген басынады.